әжем аңсаған сағынышым сары орманда. Әже! Әке болып жүргенімде ұмытып, әлі күнге еркелеймін мен саған. Міне көрдің бе, біздің қазақ халқы қыз дегенді қадірлеп, қастерлеген, төрге отырғызған. Отыра ғой балапаным, осы төр саған бұйыр. Ой балапаным, бұл тары деп аталады. Өткенде білесің бе, біз екеміз тары егіп едік қой. Сол тарыдан міне мынандай өнім алдық. Бұл шикі тары. Ал мынау піскен тары. Бұл тарыдан не пайда болатынын білесің бе? Жоқ әже. Білмейсің бе? Онда мен саған көрсетейін. Балапаным, Анисам, мінекей көрдің бе? Осы талқан деп аталады. Енді осы талқанмен жент жылаймыз екеміз. Мынау ұнтақталған талқан. Енді осыған мына шекерді қосамыз, көрдің бе? Шекерді қосамыз. Міне, араластырамыз. Бұл талқан деген өте керемет екен. Талқанда, тарыда дәрумен деген көп. Біздің бұрынғы ата-бабаларымыздың бәрі батыр болған ғой. Тарының сөлін ішіп, сүтке қосып жеп, дәруменді керемет бойларына сіңірген екен. Көрдің бе, иісі қандай? Иісін сезіп тұрсың ба? Иіскеп көрші. Көрші иіскеп. Қандай керемет, иісі? Иә. Енді мынау майды құямыз. Араластырамыз. Балапаным, көрдің бе? Біздің жентіміз дайын болды. Енді осы жентті екі алақанның ортасына салып, былай біріктіреміз. Екі қолдың ортасына салып біріктіреміз. Иісі шығып тұр ма? Яй. Сыңдаш, келе ғой. Ой, қандай керемет, я? Әже, еңбек етсін ерінбей, тояды қарнын тіленбей. Ой, азамат, балапаным, дұрыс айтасың. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей деген. Менің жаным